Молалы құдығын мекендейтін Қаратамыр Тәжімбет дейтін кісінің бала-шағасы көп, қорасында тышқақ лағы жоқ кедей екен. Bir күні жолаушылап келе жатып, Тәжімбет Ақтақырдың қасында жайылып жүрген үш түйенің үстінен түседі. Адамның тізесінен келетін нар селеумен күйреуік, бүрлеген қалың сексеуілдің ішінде емін-еркін жайылып жүрген түйелердің қомынан жарылардай боп семіргендігі жай көзге де көрініп тұратын. Семіз түйелерді көргенде үйіндегі азық-түлік салынған қаптың түбі қағылып, көптен бері тышқан мұрнын қанат алмай жүрген Тәжімбеттің көңіліне сайтан кіріп, қуанғаннан екі көзі жарқ ете қалады. Әзәзілдің арбауына түскен Тәжімбет алдартын ойлауға шамасы келмей, жайылып жүрген жуас түйелерді бірінің құйрығына бірін тіркеп, Молалыға қарай бет алады. Өз ауылына келген соң қызылсырап жүрген Тәжімбет әйшайға қаратпай семіз түйенің біреуін сойып алады. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көрерсің дегендей, семіз түйенің етіне тойған бала-шағаның бүйірі де бір шығып қалады. Алғашқыда би ауылындағылардың ешқайсысы анда-санда су ішу үшін құдыққа келіп тұратын түйелердің көрінбей кеткенінен сезіктене қоймайды. Арада біршама уақыт өткенде Ақтақыр құдығын мекендейтін Аңғара бидің қызметші жігіттерінің біреуі өріске кеткен үш түйенің із-түзсіз жоғалып кеткенін биге хабарлайды. Бұл хабарды естігенде Аңғара би таңданғанын жасыра алмайды. Ойпырмай, менің түйемді алып кетіп жүрген адамның не жүрегінің түгі бар, не ештеңенің парқына бармайтын ақмақтың өзі болар. Өлер бала молаға қарай жүгіреді деген осы. Ұрының менің өрістегі түйемді алғаны, қолын жағама салғаны шығар. Құс болып аспанға ұшып кетпесе, не жорғалап жердің астына кіріп кетпесе жоқ табылар. Жоғалған түйелердің ен таңбасын айтып жан-жақтағы елге хабар беріңдер деп жігіттеріне нұсқау береді. Аңғара бидің аузынан шыққан сөзі екі болмайды. Шамалы күннен кейін ақ жоғалған түйелерді алып кеткен Молалы құдығындағы Қаратамыр Тәжімбет екендігі туралы хабар би ауылындағылардың құлағына тиеді. Жай кездері жел жағы түгілі ығынан да жүре алмайтын ұрының атын естігенде үйінде отырған Аңғара бидің талағы тарс кетеді. Қабағынан қар жауған би өз жігіттеріне кідіртпестен ұрыны өзінің алдына алып келуді бұйырады. Бидің бұйрығын естіген бойдан алақанына түкіріп жүрген шабарман жігіттердің екеуі атына міне салып Молалыға бет алады. Бірақ анау-мынаудан айылын жия қоймайтын Тәжімбетті көргенде екпіні тау жығардай болып тұрған жігіттердің де айбыны басылып қалады. Шабарман жігіттерден өзінің сойып алған түйесі Аңғара биге тиесілі екенін білгенде батырыңның да бүйрегі бүлк ете қалады. Арқасы мұздап қоя берген Тәжімбет енді амал жоқ. Қолмен істегенді мойынмен көтеру керек екендігін түсініп, ат басын Аңғара бидің ауылына бұрады. Бидің ауылына келген соң табалдырықтан сәлем беріп аттай берген Тәжімбетке ашулы би: "Тоқта, сен немене тапатал түсте? Аңғара бидің өрісте жайылып жүрген түйесін ұрлап, өле алмай жүрсің бе? Тышқан ініне кіре алмай жүріп, құйрығына қыл жуыр байлайды" деген. Арыстандай ақырған бидің оң қолы беліндегі қылышына барып қалады. Аңғараның билігіне сай батырлығы да болатын. Оның үстіне ол кісі қайқы қара қылышын белінен тастамайды екен. Айдарынан желесіп тұрған биден айылын жия қоймаған Тәжімбет кірпігінде қақпастан қасқия қарап: "Мен түйелерді жетектеп бара жатқанымда олардың ешқайсысы біз Аңғара бидің түйесіміз деп айтқан жоқ қой. Олар жұмған аузын ашпаса, мен кімнің түйесі екенін түс көріп білем бе? Сіздің түйеңіз екенін білсем, менің де далаға тастай алмай жүрген жаным жоқ. Өлсем де маңайына жоламас едім" деп тайсалмастан жауап береді. Сонда Аңғара би тақым атқа ауыз асқа жарымай жүрген Тәжімбеттің ұрлыққа амалдың жоқтығынан барғанын, оның ештеңеден тайсалмайтын ер жүректігіне риза болып: "Ай, Қаратамырлар-ай, осы жігіттің алдына 2-3 сауын түйемен 30-40 бас ұсақ мал салсаңдар, мынауың мынадай ұрлыққа бармас еді. Шіркін-ай, мынауың шын қайрауы келіссе кез келген нәрсені қиып түсетін, жүзі қайтпайтын нағыз қара балтаның өзі екен. Жоқшылық шіркін не істетпейді дейсің. Менің де асып тасып бара жатқан малым жоқ. Дегенмен жігітім, мен сенің сөзіңе де өзіңе де өте риза болып отырмын. Сондықтан мен сенің сөзің үшін сырты түкке, іші боққа толы мына 3 мұрындықты да кештім. Саған айтар ақылым, сен бүгіннен бастап мына жаман әдетіңді таста. Мен ертең бүкіл елді жиып, қолыңа асықты жілік ұстатып, ақсақалдардың батасын алып, сені өзіме өкіл інетем" деп шешім айтады. Күтпеген жерден атағынан ат үркетін беделді бидің аузынан мынадай шешімді естігенде Тәжімбеттің 62 тамыры түгел босап, көз алды болдырап кеткендей болды. Жиналғандар қарақылды қақ жарған Аңғара бидің әділдігіне риза болып тарасқан екен.
Осыдан кейін Тәжімбет бұл жаман әдетін тастап, адал еңбекпен шұғылданыпты деседі.